мемлекеттік сатып алу деп жатырмыз. Қазір жаңа заң ұсынылып енгізіліп жатыр. Осыдан бір өзгеріс болады деп ойлайсыз ба? Қандай қатты өзгеріске өзіңіздің көңіліңіз толып отыр? Немесе өзгеріс болады, міндетті түрде болады. Өйткені қаржы министрлігі біз берген ұсыныстардың көбісін қабылдады. Ескерді, қабылдады. Мен өзім парламент жанындағы қоғамдық палатаның мүшесімін. Осы заң жобасы келгенде өзім баяндама жасадым. Осы заң бойынша қандай шикіліктері бар, қандай кемшіліктері бар. Жақсы жақтан бастайын. Ең біріншісі ол қоғамдық мониторинг деген ұғым пайда болды. Мысалы, қазіргі қолданыстағы заңнамаға келсек, егер мен осы ауыл тұрғынымын, ауылда ақша бөлінді, бірақ жол салынған жоқ деген арыз жазсам, маған мемлекеттік ішкі аудит департаменті кері жауап береді. Сіз мемлекеттік сатып алудың қатысушы емессіз, сондықтан арыз жаза алмайсыз деген жауап келеді. Болды, сен ештеңе дәлелдей алмайсың. Антикорға жазасың, осындай ақша бөлінді, бірақ жол жоқ деп жазсаң, антикор сенің хатың қайтадан ішкі аудит департаментіне жібереді. Олар қабылдамайды. Айтады, өйткені сен осы заңның 18-ші бапқа сәйкес сен мемлекеттік сатып алудың қатысушы емессің, ешқандай бақылау бола алмайды. Ол жай сөз емес, бізде бір 100-деген хаттар бар осындай. Барлық облыстардан осындай хат бізге келген. Мә сендер отыра беріңдер, ешқандай бақылау істей алмайсыңдар. Антикорғаны ұстасақ, олар айтады, біз аудит жасамаймыз, біздің құзыретіміз емес. Болды. Кім жауапкершілікке тартады? Кім жауап береді? Қайда ақша деген? Сондықтан бұрынғы заңда болған жоқ мүмкіндік, және тыйым салынған деп айтуға болады қоғамдық бақылауға. Сондықтан ең бірінші талабымыз жаңа заңда қоғамдық бақылау деген ұғымды кіргізу және мүмкіндік беру кез келген азаматқа. Ол кірді. Енді жаңа заң жобасында қоғамдық бақылау деген не екендігін кіргіздік, бірақ бұл жерде айтатын жайт, тек қана сол ұғым кіргізілді, ал қалай өткізіледі, қандай талаптары бар, рәсімі қандай екендігін көрсетілмеген. Өйткені олар осыны бөлек қағидалармен реттейміз деген. Жалпы ең көп айтатын сын осы жаңа заңның ол баптардың саны өте аз заңда. Заң өте бір, мысалы бұрынғы заңды алсақ 52 бап, жаңа заңда 26 бап, 2 есе азайды. Оның барлығы ненің көрсеткіші? Оның барлығы реттеу заңмен емес, заңға тәуелді актілермен ұйымдастырылатын болады. Ол ережелер, қағидалар, нұсқаулықтар. Яғни бұл жерде бір қауіп болуы мүмкін, жемқорлық қаупі да болуы мүмкін. Неге? Өйткені заң қабылдағанда біз оны білеміз, депутаттар арқылы өтеді, әртүрлі комиссиялардан өтеді, сараптамалардан өтеді. Ал ережені, нұсқаулықтарды кабинетті жауып, сол кабинетте әзірлеп қабылдауға болады. Ал осындай құжат кімнің мүддесін ойлайды? Халықтың ба, мемлекеттің ба, немесе олигархтардың? Үлкен сұрақ. Және бұл жерде қазір бірақ қаржы министрлігі өз ашықтығын көрсетті. Енді осындай ережелерді қабылдау кезінде тек қана олигархтарды, құрылысшыларды шақырмай, барлық қоғамдық бақылаушыларды, кәсіподақтарды, барлық сарапшыларды тартып, олармен талқылап, содан кейін ғана қабылдау қажет. Егер қабылдаса, әрине барлық қауіптерді жояды, ешқандай бір жемқорлық нормалар өтпейді. Бірақ ол болатын кім дәлел? Ешкім кепілдік бермейді. Сондықтан ең көп айтатын сын осы заң өте шектеулі, баптар саны өте аз, және барлығы бүкіл реттеу қағидалардың деңгейіне түсірілді. Жалпы теорияда ол дұрыс емес. Бір жақсы жағы бар, ол өте бір керек келген жағдайда өзгертуге болады. Мысалы, заңды өзгерту үшін қаншама бір жарты жыл керек, ал қағиданы өзгерту үшін бір ғана бұйрық министрліктің бір мысалы осындай әдіспен жасаймыз десе, сосын ол бір кері нәтижесін көрсетіп, жоқ, керек жоқ, ауыстырамыз деген жағдайда, 1-2 айдың ішінде оны өзгертуге болады ережені. Бірақ нарық айтады, біз бір ережені түсініп, жұмыс енді бастасақ, ол өзгереді.
өзгереді, және қалай жұмыс істейміз түсініксіз. Сондықтан осындай қауіп та бар. Бұл жерде жалпы тендер дегенде ең үлкен мәселе бір компанияның қайта ала беруі ғой. Осы мәселе қарастырылған ба? Бір компанияны қайта алуы, біз одан қаша алмаймыз, өкінішке қарай. Қалай болса да, қандай нормалар болса да, бізде қазір алдын алу талдау бар, әртүрлі көрсеткіштер бар. Кейбір жағдайда адами фактор жоқ, тек қана базадан алынады ақпарат. Сол кезде бір компаниялар, мысалы, олар осы күнге дейін әртүрлі таныстар арқылы, байланыстар арқылы ала берген көлемдерін. Ала берген, ал жұмыстарды басқа мердігерлерге береді. Субподрядчик дейміз ғой, басқа мердігерлерге береді, толық жұмысты жасамайды, тек қана өз пайдасын алады, бір 20-10-15%, ал жұмысын басқалар істейді. Ал бүкіл салықтар, тәжірибе ол компанияның атына жазылады. Енді қазір талдау кезінде оның көрсеткіштері жоғары, ол қайтадан ұта береді. Өйткені көрсеткіштер расында бар. Бір ғана қадам жасалды. Қазір, мысалы, егер қазіргі таңда 50% өзі жасайды, 50% басқа мердігерлерге береді. Бас мердігер 50%, басқа мердігерлер 50%. Жаңа заң бойынша осылай болады, қазіргі қолданыстағы заңда. Ал жаңа заңда 70%-ын өзі жасайды, бас мердігер, ал 30% қалғаны, тек қана 30%-ын басқа мердігерлерге бере алады. Бұл өте жақсы, өйткені осындай делдарға қарсы бір қадам деп айтуға болады. Оны біз жақсы болады деп ойлаймыз. Және екінші мәселе, маған ұнамайтын, және біз оны бірінші кезекте айтатын, ол самұрық қазынаның сатып алулары. Өйткені бізде мемлекеттік сатып алу деген ұғым бар. Мемлекеттік сатып алу порталы әлем бойынша 3-ші орында тұр. Ақпараттың ашықтығы көрсеткіштен. Біріккен ұлттар ұйымы өзінің бір рейтинг бар. Сол рейтинг арқылы ол барлық елдегі бүкіл барлық мемлекеттердің сатып алу порталдарын зерттейді және оған баға береді. Қазақстан 3-ші орында ма? Қазақстан әлем бойынша 3-ші орында. Өйткені ақпарат ашық, қолжетімді, кез келген адам оны зерттей алады, талдау жасай алады. Сондықтан мемлекеттік сатып алу порталы өте жақсы. Біз оны күнде министрлікке рахмет айтамыз. Біз қоғамдық бақылаушы ретінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасайтын ұйым ретінде оны күнде пайдаланамыз, және барлық ақпарат қолжетімді. Керемет. Бірақ самұрық қазынаның және басқа квази мемлекеттік компаниялардың бюджет саны 2 есе көп. Шамамен 2 есе көп мемлекеттік сатып алулармен салыстырғанда. Бірақ оны дәл осылай бақылауламаймыз. Өйткені оларда ашық емес, түсініксіз, жүйелері дұрыс істемейді, кейбір жағдайларда ақпараты жоқ, актілері жоқ, кейбір жағдайларда келісімшарттары да жоқ. Біз оны сосын хат жазып, хат алмасып, таныстар арқылы, источник арқылы оны аламыз қолымызға. Ал мемлекеттік сатып алу порталы кез келген бір кабинетте отырып, осы жерде қазір телефон алып, мен оны таба аламын және айта аламын. Бұл осындай жұмыстарға, осындай тауарларға мемлекет осынша ақша төледі. Одан бөлек EOZ деген бірыңғай портал бар. Барлық мемлекеттік сатып алулардың бізге талдау жасай алатын Big Data анализ деген арқылы бізге көп ақпаратты береді. Ал самұрық қазына ол жоқ. Самұрық қазынадан басқа квази мемлекеттік компанияның сатып алулары бар. Meetwork деген сайт бар. Тағы да 2-3 портал бар, ол түсініксіз және деңгейі өте төмен. Неге олай олар? Бұл ретте жалпы осы жаңа заңды әзірлеңдер деген тапсырма мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевпен өз халқына жолдауына айтылды. Мемлекеттік сатып алу заңды өзгерту керек, және ең бірінші талап самұрық қазынаның сатып алулар. Егер қазір сол жолдауды Ақорданың сайтына кіріп жолдауды алсаңыз, ашық көрсетілген. Самұрық қазынаны өзгерту керек дейді. Аталыпты, Аталыпты, жазылыпты. Мысалы, қазір мен кез келген адамды дебатқа шақырып, бір ғана сұрақ қоям. Президенттің тапсырмасы орындалды ма? Болды. Заң шеңберіндегі талқылаулар жабылады. Өйткені бірінші талап ол осы самұрық қазынаның заңы мемлекеттік сатып алу заңымен бір болу керек.
ол жаңа заңға енбей тұр, жаңа заңға енбей тұр. Өйткені ескі самұрық қазынаның ерекше бір ережелері бар, сол ережелер арқылы ұйымдастырылады. Ол бірінші сұрақ заң реттеу мәселесі. Екінші сұрақ ол жүйе, портал. Нақты айтылған сол сатып алуларды осы мемлекеттік сатып алу сияқты ашық болу керек, сол порталда болсын деген тапсырма көрсетілген. Бірақ СККЗ портал осы күнге де және болашақта да істейді. Өйткені заңда оны кіргізген жоқ. Тапсырма орындалған жоқ деп айтуға болады. Бұл менің жеке пікірім. Кейбір шенеуніктер маған ренжиді, дәке көп айтасың, солай ашық жазасың, бірақ ол менің сөзім емес, ол президенттің сөзі. Жолдауды алыңдар. Бізде көп айтады ғой, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, салиқалы саясатына сәйкес осындайдың қырдық, жойдық, алыңдар, жасаңдар. Көрсетілген, жазылған, мен емес. Жолдауда ашық көрсетілген самұрық қазынаның сатып алулары болды. Оны жасамаған, сондықтан ең басты біздің сынымыз ол квази мемлекеттік компанияның және самұрық қазынаның сатып алулары. Өйткені олардың көлемі шамамен 2 есе көп мемлекеттік сатып алулар. Триллиондаған теңге жылда кетеді, және оны бақылай алмайсың да, дұрыс бір зерттеу жасап, тергеу жасап, арыз жазып, аяғына дейін жеткізе алмайсың. Мысалы, жаңағыны айттым ғой, 50 миллиард теңгеде үнемдедік. Ол барлығы мемлекеттік сатып алу порталында. Өйткені олардың талаптары түсінікті, ережелері түсінікті, ақпарат қолжетімді, сен сол ақпаратты аласың, талдау жасайсың, заңға сүйеніп, хат жазасың, кері жауап келсе, басқа мекемеге жазасың, сен түсінесің, қалай болады. Аяғына дейін бәрібір сол көзің ортасын сол сатып алулардың. Өйткені ол залал келтіреді халыққа. Ал самұрық қазынада ол мүмкін емес.